Барлықтарыңа ассалам достар, сендермен бірге мен Мико және Плейграша проекті. Бүгін, яғни 31 июль сағат 1-де апнауға шыққан болатын. Мен оған сразу кіріп и видеоны түсіріп, бүгін жаңадан видео шығарып тұрмын. Бүгінгі видеода апнауғадан не қосты барлығын көретін боласыздар. Сол үшін осы видеоға лайк және де достарыңа таратуды ұмытпа. Олар да көріп и лайк бассын. Егер де менімен бірге Плейграша ойнағыларыңыз келсе, потол серверінің ішіне кіргеннен кейін сразу хэштег Микос деп жазсаңдар, сендерге күшті бонус беретін болады. Плейграшаға кірген кездегі фон дәл осылай өзгерген. Ойынға кірсем 500-ден көп очерет қой, ема. Квартирамнан шықтым, мына жақтан новыйдан бір значок қосылған екен, басым двигатель и рейтинг, задания, мини-игры, кейси барлығы бар екен. Қазір награданың барлығын көрсет. Мынандай шлем бар екен, содан кейін кезекте мынандай бір шляпа, мынандай бір полицейскийдікі, стандартный кейс, содан кейін бір скин бар екен, Саня деген. Одан кейін кейс бар, бұның соңында айтпақшыдай особый кейс бар, мынандай машина, содан кейін тағы да маневр кейс и мынандай машина, и содан кейін қарандар. Осы второй маневр и қарандар. 60-шы левелда особый кейс береді. Ең мықты кейстардың бірі. Бұлардың барлығы қызық емес, сол себептен мен қазір ивентке барам. Семьядағы мотоциклді шығарамыз и бұдан шығып қазір біз мотоциклға барамыз. Сен! Сен анаң! Күн суық бөтті ғой бұлай! Не болды бұл? Мәселен қашақ кеттім Енді маған 2000 рубльға мотоцикл саздать етіп ивентке бару керек. Ең жақсысы Нижегородтың 2-ші қаласынан шықтым. Осы жақтан мотоциклмен келе жатыр едім. Bir жатқа соғыстым, мотоцикл асты қарай ұшты, мен үсіде қалып қалдым. Енді жаяу келетірім, бірақ үсіден жаяу келгенде қарандар. Мына жақта примерно бір 200 или 300 дейін машина тұр ғой. Мына жерде міне задание орындайтын бар екен, ол маған керек емес, сол себептен мен ойын ойнайын деп шештім. Мастер дрифтаға кірдім, қандай ойын екенін білмеймін. Сорджиджи деген бір адам қасында күшті машинамен тұр, ал мен жүгілеймен. Қазір қарандар осындай жолдарды көрсетіп жатыр, біздің машинаға обзор көрсетіп жатыр. Енді машинаны кішкене дрифтерский қылып бермей ма? Қарандар дрифт жасамайды десем, дрифтерский екен, бәлі көз айналып кетті, артпен жүру керек. Менде уже 6026 очко бар, анында әлі 0 очко. Короче, оның барлығын көрсетіп отырсам көп уақыт алып кетеді. Сол себептен мен скорость қойып қоямын. Уже финишқа жақынап қалдым. Осы жерде оңға бұрыламыз и солға бұрыламыз. Дрифтерлер ғана айдалады бұл машинаны. Анадан да күтекші кішкене бір очкома жинауға. Уже 8000, 9000 очко. Мені қазір 28000 очкомен мен ол адамды ұтып кеттім. Осылайша бірінші орынға 3000 рубльмен 250 поршне берді. Преступная погоня деген ойынға кірдім. Мен қазір полициядан қашамын. Бұл ойынды ойнағандар бар ма? Алдыңғы ивенттерде осы ойынды қосқан болатын. Ода баг бар еді, мені сыммен асталатын. Бір қысқа жерден алдына тұрып алсаң болды, ары қарай өте алмайды. Еще 5 секунд күтесің и все, сондай еді ғой. Қазір сол сияқты міне дәл барлық жері бір. Бұл маған қызық емес, сол себептен мен ұтқан жерімді ғана көрсетейін. Ана адам артымнан қатты олап келетір, қазір оңға бұрылады екен ғой бұл жақта. Мынадан шығамайым, ұтылдым. Осылайша 2-ші орын алып қалдым, 2000 рубльмен 200 поршне берді. Келесі кезекте Южный мосттан кейінгі көрініс, мына жақтан таулар қосқан оң жаққа, и сол жақтан мына жақта бір андай выехали зону пост, короче, пост салып тастаған. Бұл жақтар бір 60-пен жүресін, сонда да мына жақтарға ағаш қосқан, оң жақта үлкен таулар. И қарандар, мынау топ бір АЗС еді. Қызылды көкке ауыстырып жүрген ғой. Примерно бұны онша емес АЗС деген сияқты ғой. Мынаған енді адам келмейтін сияқты. Одан кейін АЗС-тен кейін осындай Эстоны салып тастаған. Бұл Эсто негізі арзамастан кейінгі асты жағында, и оны осы жаққа ауыстырған екен.
Эстодан шығып сразу түзіп жүрсек, міне Арзамастың мостына да келдік. Одан кейін ары қарай жүретін болсақ, Южныйдан кейін Арзамасқа кіретін жерде Новыйдан пост салған екен. Артқа қайттым, енді мына жақтан қай жерге баратынымды білмеймін. Сол жаққа қарай барсақ, бір сол жақта Горель ма, или білмеймін, короче, қай жаққа баратқанымды да былай үлкен трасса болып қойған екен. Мына жақта 360 шақырымға дейін кетеді. Оң жақта талдар, тау, білмеймін, тауды көбейт жүрген ба, ағаштар, Горельдің бір ағаштарын ба қосқан сияқты ғой. Міне картаға кіретін болсақ, уже Горельдің үстіне кетіп бара жатыр екенбіз. Енді картадан шығып, біз қазір арғы шетте бір жол бар екен, сонымен бұрылып Горельдің ішіне кіреміз. Примерно ары қарай Батыровға кететін сияқты ғой. Біз оңға бұрыламыз да Горельдің ішіне кіреміз. Горельге де келдік. Міне домдардың бір андай стилі ма, басқаша болып кеткен. Міне СК, и содан кейін Новыйдан домдар қосқан. Новыйдан домдар дегенде Карекиноның домдарына жаққа бір тығып жіберген ба, сондай, короче, Горельдің домына жетпейді бәрібір. Мына жақта не бар ма, не ФГ? Байт, бұны алып тастайды деп берді, бірақ қосқан екен ғой. Мына жақта атысқанға кішкене ыңғайлы болып кеткен ба, талдардан қорғанамыз, еще үйлердің ішіне кіріп кетсек өте дем ғой. Бұрынғы Горельден қарағанда осы Горель маған қатты ұнады. Өйткені қараңдар, трасса бар, атысатын жерлерді тығыламыз, тағы да басқа. Топ 1 АЗС-қа да келіп қалдық. Бұрында топ 7-де тұрады осы. Енді арғы шетіне қарасақ, бізде ол авторынок. Қараңдар, бір түрлі болып кеткен. Карекиноға кіріп бартқан жерде авторынок. Қарандар, мына жақта сотка деген қатып кетеді, ал менде iPad ол қатпайды. Міне қаншама машина келіп уже бір түсіріп жатыр, или білмеймін, короче. Міне арт жағыда бір новый бір бәлелер қосқан екен. Парковка, анау бұрында бір шіріп кеткен трассама бір бәле болатын еді ғой. Ішіне кірсем адам жоқ десең, мынау мотоциклдің классы, короче, сыртқа шығасайық. Бірақ сыртта адамдар көбейген, іште адамдар кірмей ма, қарасаңдар. Келесі кезекте Низкий автосалон, бұл Арзамастың кірген жерінде орналасқан, және де қараңдар, артқы жағыда барлық жері кішкене әдемірек болып кеткен, қастарына көп ағаштар қосып тастаған. Бұзбау үшін ба? Енді қараңдар, гараж қосылған ма не? Қазір көрейікші түсіп, гараж қосылды ма не? Енді осы жерден шықса әдемі, қазір ішіне кіреміз. Шейх Уайт деген адамды келген. Бұл жақтан сатып аламыз, не? Сонда ана есік қайда? Байт, шығып көрейікші, тексерейікші. Ана есік қайда бізде? Бұл жақтан енді біз кірмейміз, не? Только гараж ба не? Картадан қарасақ, Горель астындағы заттардың барлығы дәл осылай өзгерген екен. Black Bass пен календар ол барлығы бірдей деген ойдамын. Оның соңында бір машина береді, екеуінде де машина береді. Бүгінгі видео осымен бітті. Ұнаса комментарий қалдыр, және де подписка жаса. Соңында лайк басуды ұмыт кетпе.